Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен банановый коктейльді жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, және де құрбыларыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Банановый коктейльге бізге не қажет? Ностальгия мороженое қажет. Кез келген ақ мороженое бола береді. Одан кейін 2 банан, кез келген сүт, және де міндетті түрде осы ванилинді алыңыздар. Бағасы 1300-1400 теңге тұрады, кондитерлік магазиндерде сатады. Дәмі жағынан, как мороженойдың дәмі, вкусы зор шығады. Міндетті түрде осыны алыңыздар. Және де блендер қажет. Дәл осы блендер емес, миксермен де жасасаңыздар болады. Бірақ бананды езу үшін міндетті түрде блендер қажет. Ең бірінші банандарымызды ашып, блендерден өткіземіз. Құр бананның өзін блендерден міне осылай езгіледім. Енді бұған сүтті қосамын, және де мороженойды қосамын. Ең соңында ванилин қосамын. 2 мороженойды, ностальгия мороженойын осыған саламыз. Кішкене майдалап аламыз, чтобы блендерден өткен кезде удобно болу үшін. Және ванилиннен біраз қасып қосамын. Дәмін келтіру мақсатында ванилинді қостым. Енді 3-4 минуттай блендермен жақсылап араластырамыз. 3-4 минуттай қыздар жақсылап араластырып алдық. Міне осылай шығады. Тек банан ғана емес, бұған клубника да қоссаңыздар болады, өздеріңіздің вкустарыңызға байланысты. Енді ыдысқа құйып шығамын. Ванилинді міндетті түрде қосыңыздар, сол кезде өзіндік бір дәмі болып шығады. Міне осылай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рецепттің барлығын жазбаша түрінде видеоның астына описанияға қалдыратын боламын.